Ішкі істер министрлігі заң мен тәртіп қағидаты аясында есірткі өндіруге жол берме бойынша кешенді шаралар қабылдануда. Мамыр айының басында жалпы және арнайы іс-шаралар кешенді жүргізу нәтижесінде министрліктің қызметкерлерімен Түркістан облысы Арыс қаласында есірткі зертханасы жойылды. Жедел іздестіру шаралары барысында қаланың шетінде орналасқан жеке тұрғын үйде екі ағайынды синтетикалық есірткілерді ірі көлемде заңсыз өндіруді ұйымдастырғаны анықталды. Оқиға орнынан тінту кезінде алынған жарты тоннаға жуық сұйық мефедрон, 1,5 тонна прекурсорларға сараптама тағайындалды. Сондай-ақ реактор, колбалар, магниттік араластырғыш, канистрлер, пластикалық навалар және есірткі өндіру белгілері бар. Өзге де құрал жабдықтар тәркіленді. Күдіктілерге қарсы қылмыстық кодексінің 297 бірінші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Оның санкциясы өмір бойына бас бостандығынан айыруға дейінгі жазасы көздейді. Ұсталған уақытша ұстау изоляторына қамалды. Ішкі істер министрлігі ескертеді. Есірткі өндірудің жолға қоюға бағытталған кез келген әрекеттер қатаң әрі ымырасыз түрде тоқтатылады. Аталған бағыттағы жұмыс жалғасуда.